Сәлем достар, бүгін тауық етінен және осындай асқабақтан самса пісіретін боламыз. Ол үшін біз бірінші самсамыздың қамырын елеп аламыз. Бізге қажетті заттар ұн, сары май, қопсытқыш, тұз, жұмыртқа және қаймақ қажет. Ұнымызға бірінші қопсытқышымызды қосып, ұнымызды араластырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды қосамыз. Қаймағымызды қосамыз оның үстіне. Қаймағымыз міндетті түрде 20 және 25% болу керек. Және тұзымызды қосамыз. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Сары майымызды ұнымызға қосып араластырамыз. Сары майымызды ұнымызға қосып осылай үгітіп аламыз. Және де сары майымыздың пайыздылығы 72%-дан кем болмау керек. Енді осы ұнымыздың үстіне дайын массамызды құйып, қамыр елеміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 40 минутқа қойып қоямыз. Асқабағымызды осылай кесіп алып, және сыртыңғы қабығынан тазартып аламыз. Барлығын енді көбейге тураймыз майдалап. Самсамыз дәмді шығу үшін осындай кішкене ғана құйрық май қосып жіберсек болады. Дайын болды. Осы қамырымызды енді 50 грамм етіп бөліп аламыз.